Құрметті тыңдарман қауым, қайырлы күн. Мен зейнетке шыққан әжемін. Мен бүгіннен бастап немерелеріме әжемнің ертегілері деген айдармен ертегі айтуды ұйғардым. Бүгін біздердің бірінші ертегіміз патша мен сарғалдақ деп аталады. Ендеше тыңдаңыздар. Ертеде бір пәрменді патша өмір сүріпті. Ол тастай қатты мейірімсіз, қаһарлы қатыгез, қара халыққа қайырымсыз болыпты. Әрі сараң, әрі өзімшіл, қомағай патша қол астындағы жұртынан ұнамды жақсы нәрсе көрсе, тартып алып, бұқараға күн көрсетпепті. Уәзірлері де халықты қан қақсатыпты. Олар патшаның бұйрығын бұлжытпай орындаймыз деп, кім патша туралы жағымсыз сөз айтса, сол адамның басын шауып тастап отырыпты. Бір күні патша өз сарайында ойын сауық тамашалап отырады. Сол кезде сарай алдындағы үлкен тасқа бір сарғалдақ келіп қонады. Шиқ-шиқ, кімнің басы ақылсыз? Патшаның. Кімнің жаны рақымсыз? Патшаның. Деп сайрай жөнеледі де, екінші тасқа қонып, тағы айтарым тағы бар, патшаның басы алынар, дейді. Ашуланған патша айдаһардай ақырып, дереу сарғалдақты ұстауға бұйрық береді. Уәзірлері құсты ұстап, жүнін жұлып, отқа қақтап пісіріп, патшаның алдына әкеліп қояды. Сонда сарғалдақ, тағы айтарым тағы бар, патшаның басы алынар, деп бағана әнін қайта айта бастайды. Патша сарғалдақтың паршасын шығарып, жұлмалап жеп алады. Содан соң көңілі жайланып, уәзірлерін ертіп, серуенге шығады. Кенет күтпеген жерден патшаның ішінен сарғалдақтың «Тағы айтарым тағы бар, патшаның басы алынар» деген үні естіледі. Патша шошып кетеді. Барлық емшілерін шақырып алып, «Мына ішіндегі бәлені құртыңдар» деп әмір етеді. Олар патшаға дәрі береді. Сәлден соң сарғалдаққа жан кіріп, қанатын қомданып, ұшуға ыңғайланады. Сарғалдақ тірі кетпеуге тиіс. Қылыштарыңды қынынан суырып, мені қоршап тұрыңдар. Сарғалдақ қалай көрінсе, сол сәтте басын қағып тастаңдар. Тірі кетпесін. Осы жолы басын алмасаңдар, бәріңді де дарға саламын дейді. Қорыққан уәзірлер қылыштарын әзірлеп тұра қалады. Кенет сарғалдақ пыр етіп ұша жөнеледі. Уәзірлер қылыштарын сермесіп қала береді. Қылпылдаған қылыштар сарғалдаққа тимей, патшаның басын жұлып кетеді. Сарғалдақ қанатын керіп, бар пәрменімен шарықтап ұшады да, биік ағаштың бұтағына қонып, «Не айтамыз басқа біз, бассыз қалды патшамыз» деп әндетеді. Халық патшаны жерлеп, өз ортасынан әділ деп батыл ұлын патша қояды. Сөйтіп еңбекші ел мұратына жетеді. Осымен ертегім де бітеді.